Кәдімгідей елші болып Тоқаевтың қолы қойылған апарып бердіңіз бе? Сонда енді жалпы мемлекет пен мемлекет екеуі бір-бірін шақырғанда, ол телефонмен келе сал сағат 7-де демейді ғой. Ең қызығы, мен өмірімде көрмеген ана Илон Масктың Cybertruck деген көлігін Эфиопияда көрдім ғой. Мен ойлайтынмын, неғұрлым оңтүстікке түсе берсең, соғұрлым қазақ көбейе береді, неғұрлым солтүстікке көбейіп кетеді, соғұрлым қазақ тілі азая береді деген бір стереотип болған менде. Өте күшті айтып отырсыз. Сәке, камера үшін бір амандасып қояйын. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Жақсы, алейкум ассалам, аман есенбіз. Күні кеше алдың күні ма, әлде Эфиопиядан, Аддис Абебадан кеп тұрсыз ғой, Иә, іс-сапардан келдік. Сол Президенттің тапсырмасымен Эфиопияның президентімен, басшылығымен кездесіп, аман сәлем жеткізіп, Құдай бұйырса, ол кісілер енді биылғы қыркүйекте дүниежүзі діндер саммитіне келеміз деп сондай уәде беріп кетті. Кәдімгідей елші болып Тоқаевтың қолы қойылған апарып бердіңіз бе қағаз? Иә, барлық қағазын жаңағы тапсырып, елші барлықтары протоколда кәдімгідей беріліп, жаңағы енді бізден басқа да мемлекеттер енді шақырады ғой. Сонда енді жалпы мемлекет пен мемлекет екеуі бір-бірін шақырғанда, ол телефонмен келе сал сағат 7-де демейді ғой, арасында елші жүреді. Сол елшіге мен жаңа қағазды апарып бердім. Содан кейін ресми кездесуде елші бар, мен бар, басқа Қазақстан азаматтының делегациясы бар, барлығымыз премьер-министріне бердік. Эфиопияда басшы премьер-министр. Парламенттік республика. Иә, парламенттік республика, президент бұларда жаңағы номиналды, Германия, Израильдағы сияқты президент жаңағы тек қана әлеуметтік, мәдени, лента кесу, музейді ашу деген сияқты сондай іс-шараларға қатысады, бірақ та шынайы билік, шешім парламенттің қолында премьер-министр. Бастығы Эфиопияның. Енді 120 миллион халық, ыстық, теңізге шығатын жері жоқ. Біз премьер-министріне қалжыңдадым, айттым, мен дүние жүзіндегі ең үлкен теңізге шықпайтын мемлекеттен ұшып келіп, ең халқы көп теңізге шықпайтын мемлекетке ұшып келдім деп күліп едім. Кәдімгідей күліп қалды енді. Түсініп қалды. Расымен де сондай екен ғой деп. Себебі олар расымен де дүние жүзінде теңізге шықпайтын ең халқы көп мемлекет, 120 миллион. Аддис Абебаның халқы 5 миллион, ондай мысалы қала бізде жоқ Қазақстанда. Бізден 6 рет көп екен. Қаласы. Халқы. Халқы иә. Ең қызығы, оларда заң бойынша бензині бар жаңағы двигательмен машиналар кіргізбейтін болған. Қалаға? Мемлекетке. Мемлекетке? Иә. Не гибрид болу керек, не электрокар болу керек. Сонымен қазір мына Қытайдың машиналары кәдімгідей кіріп жатыр. Шамасы жеткендері арзанын алып жатыр, ақшалы барлар жаңа қымбатын алып жатыр. Неғұрлым сол ең қызығы, мен өмірімде көрмеген ана Илон Масктың Cybertruck деген көлігін Эфиопияда көрдім ғой. Мысалы. Мініп көрдің бе? Жоқ, қонақ үйдің қасында. Тұр екен. Иә, сол ең қызығы. Иә, Европада емес, Америкада емес, Астанада емес, Эфиопияда, Аддис Абебада Cybertruckты бірінші рет көрдім. Тағдырдан қалай. Тамаша. Әңгімеңіз сондай қызық, біздің көрерменімізге не әңгіме болып отқанын естеріне салып жіберейін. Қадірлі көрермен, Алаштың алдыңғы қатарлы ой озық жігіттерін осы студиямызға шақырып, Руханият Лайф деген бағытта әңгіме құратын әдетіміз бар еді. Бүгінгі қонағымыз Қазақстан Республикасы Мәжілісінің депутаты, Амат фракциясының мүшесі Самат Руслан Нұртаза. Сәке, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Қазақстанға қош келдіңіз деп қояйын ба? Иә. Қалай, нел бұрылма, андай уақыт айырмасымен жетлак деген сияқты? Енді ол үйреніп кеттік қой оған. Жоқ, енді Англияда оқыдық, тағы басқа, бірақ та жас кезде жеңілдеу екен. Жас келген сайын кішкене 3-4 сағат айырмашылық кәдімгідей ағзаға сезіледі екен. Ол енді жаңа уақыттың жетлактары дейік, мемлекет географиялық орналасу. Жұмыстағы жетлак қалай? Комитет тыныш па? Түн ортасында звондап деген сияқты. Жоқ, Құдайға шүкір тыныш. Комитетіміз ұйымшыл, кәдімгідей жұмыс істеп жатырмыз. Басшымыз да жақсы адам. Сондықтан енді бір
бізге комитетімізге тиесілі жұмыстардың барлығы атқарылып өз кезегімен жүріп жатыр. Өткенде бір Данияр Қанғожаев деген жігітпен сөйлескен кезде мынадай бір қызық айтады да, біздің руханияттан шығады ғой осы әңгіменің бәрі. Америкада руханияттың бір бөлшегі ол жаңағы саяси мәдениет дейді да. Мына жақта ерлі-зайыпты болса біреуі республикалық, біреуі демократ болып бір отбасында тұра береді деген сияқты. Енді біздің қазақстандық модельде осы руханият пен саясаттың арасында байланыс бар ма? Қазір саясат руханиятқа қандай бір дәрежеде әсер етіп жатыр? Болмаса руханият саясатқа көбірек әсер ете ма? Осы туралы ойланып көресіз бе? Енді ерлі зайыпты деген сияқты бізде енді атын айтпай-ақ қояйын, бар ғой ондайлар. Әйелі оппозиционер, күйеуі билікке жұмыс істейді деген сияқты. Сондықтан да ондайлар бар ғой. Американың онда ешқандай таң қалдырмайды бізді. Енді руханият саясат деген келтіретін болсақ, әрине руханиятқа қатты ықпал етеді. Себебі тәрбие, мысалы қазақ тілін білу, білмеу, мысалы қазақи жалпы атмосфераны сезіну, сезінбеу, ол Қазақстанда жұмыс істегенге өте қатты әсер етеді. Шешімдерге әсер етеді. Қазақ тілін білген адамның көзқарасы мен қазақ тілін білмеген адамның көзқарасы бір нәрсеге, бір проблемаға әртүрлі болады, мысалы. Сондықтан да менің ойымша ол руханият бірінші кезде тәрбие, үйде жаңағы ұяда не көрсең, шыққанда соны істейсің дегендей. Ұлттық құрылтайдың мүшесісіз. Иә. Ерлан Тынбайұлы жиі жинайды сіздерді. Тоқаев жылына бір мәрте жиынды шақырып тұрады. Руханияттың мәселесі, әлеуметтік мәселелер, жалпы саяси ортада айтылмайтын мәселенің барлығы сол құрылтайдың аузымен айтылып жатады. Иә, құрылтайдың мүшесі 107 адам, арасында ротация түсіп ауысып тұрады, мысалы біреу келеді, біреу кетеді. Бірақ та бастысы, осы кеше ғана хабарлады, бір ұсыныстарың болсаң айтыңыздар. Мына наурыз, сәуірде болатын құрылтайдың жиынына сұрақ жинап жатырмыз, тағы басқа деп. Мысалы 107 адам, 107 саладан, ішінде дәрігері бар, спортсмені бар, саясаттанушысы бар, ақыны бар, жазушысы бар. Әр адам өзінің бір саласындағы болған проблемаларды, мысалы жаңағы қағазға түсіріп, ортаға салып, осы дер кезінде айтылу керек қой деп шешілсе, онда президенттің алдында айтылады. Мысалы осы Құдай бұйырса келе жатқан наурыздағы көрісу мейрамы бар, одан кейінгі Көкшетау қаласында болатын құрылтайдың 4-ші отырысы, иә, 4-ші отырысы. Сонда мысалы бір 5-6 мәселе айтылса, солардың ол жаңағы 5-6 мәселе айтылды деген сөз емес. Ол бір 26-36 мәселе жиналуы мүмкін. Соның іштен іріктеп, осы маңызды дегенде жаңағы бір арамыздан 107-нің ішінен арамыздан шыққан бір 6 адам сөйлейді. Біріктіріліп дейсіз ғой, сұрақтардың проблемалы, мысалы жаңағы біреу ауылдың жағдайын айтса, біреу жалақысын жағдайын айтса, жалпыламай ауылдың жалақысы деген сияқты бір келтіріп, қисын келтіріп, бір баяндама ретінде президенттің алдында сөйлейді. Сондықтан да арамызда ағаларымыз бар, мысалы ақын жазушымыз бар, қоғамда жаңағы сөз өтетін саяси салмағы бар, рухани салмағы бар азаматтар, ағаларымыз бар. Сол кісілер сөйлейді деп ойлаймын. Заң шығаратын органның өкілі өзіңіз, халықтың экономикалық жағдайы мен әлеуметтік мәселесіне бас қатыратын үкімет, құрылтай дәл осындай даусыз руханияттың мінберіне айналатын кез жақын деп ойлайсыз ба? Жалпы сол үшін құрылған шығар деп ойлаймын мен. Менің ойымша, егер де құрылтайды бір адам ретінде есептесек, бір жал организм ретінде, бұл президенттің бір кеңесшісі. Жалпылама. Біз құрылтай сол организмнің біз клеткаларымыз. Тетіктеріміз. Иә. Сондықтан да біз барлығымыз, енді мысалы мен қазір
құрылтай мүшесімін, ертең мені алып тастап басқа біреуді алуы мүмкін. Мысалы қателеспесеңіз өткенде Сергей Пономарев әріптесім мүшесі болды, Дәулет Тұрлыханов әріптесім кетіп қалды мысалы. Сондықтан да сондай алма кезек болып тұрады. Бірақ та жалпы құрылтайдың бұл организмі бұл президентке мына ресми емес, мына үкімет, жаңа өзіңіз айтқандай мәжіліс, сенат деген жалпы ресми қатып қалған ережемен жүретіндер ғой. Бұл жаңағы бір президенттің бір досы ретінде, бір телефон шалатын досы ретінде. Досым, осы мәселе қалай қарап жіберші дегенде бір қарапайыми, адами тұрғысынан келтіретін. Бір досының телефон шалғаны сияқты болып көрінеді маған. Президенттің де өзіне бір иығын сүйеп не істейтін де кім деп та. Осы мәселеге қалай деген сияқты айтады. Өте нәзік һәм толымды анықтамасы болған сияқты құрылтайдың. Ерлан Тынбайұлы басқаша ойлауы мүмкін, мысалға Светқали Айтман, Нұржан мүшесі басқаша ойлауы мүмкін, бірақ сіздің трактовкаңызда өте әдемі шыққанын айта кетуім керек. Руханият туралы көп ойланасыз ба сіз? Жоқ, күн-түн ойланам деп өтірік айтпай-ақ қояйын. Роналду сияқты жауап бердіңіз ғой. Басқа, балам футболшы болса екен деп мен түнімен ұйықтамай шығып ойланбаймын дейді. Жоқ, енді өмірде кейде болады. Енді Құдайға шүкір бала асырап отырғаннан кейін ойланасың, балалар кім болып өседі, достары кім, ертең қандай жұмыс істейді, кімге үйленеді деген сияқты тағы басқа. Сондай кезде руханиятты ойланасың. Сондай кезде дұрыс әке бола алдым ба, дұрыс дос бола алдым ба, дұрыс жар бола алдым ба деп сондай ой келеді. Ал былай енді күйген тірлік жағы жүгіріс, шабыс сондай кезде ұмытылып кетеді. Ал былай енді өзіңмен өзің қалғанда кейде өзіңді бір ұстап қалатын кездер болады. Сіз көбіне не туралы ойлайсыз? Енді көбіне нақты бірдеңе туралы ойланамын деп айтылады. Мысалы, күндіз жұмыс туралы ойланасың. Кешке мысалы шахмат туралы ойланасың. Шахмат, достарыңмен жаңағы кездесеміз, тағы басқа сөйлесеміз. Кешке ұйықтайсың, балалармен сөйлесесің, тағы басқа. Ары кетсе бір 40-50 минут бөлуге тырысасың уақытты. Сондықтан да нақты бір нәрсеге акцент қойып алдым деп өтірік болар енді. Сәке екеуміз доспыз өмірде. Мен сіздің отбасыңызды жақсы танитын қазақ ретінде Самат Русланұлының әзірге 2 ұлы бар. Арасындағы айырмашылық жастың бір 10-11 жас. Мысалы, үлкен ұлы 13-те ме? Қазір? 15-те. 15-те. Ал кіші ұлдың жасы 4-5-те шамасында. 10 жыл. Енді сіз ортасында біраз үзілісті есептемегенде сіз 2 ұрпақтың арасындағы көпір тәрбиешісіз, мысалға. Екеуіне бірдей әңгіме айтып бере алмайсыз, мәселе. Екеуі түсінбейді, екеуің жасы. Анаған қызықсыз, анаған қызықты, анаған қызықты. Не айтасыз манаға 50 минуттың ішінде? 50 минут, енді 25-тен бөліну керек болып тұр. Екеуіне қатар айта алмайсыз. Олай емес. Үлкен ұл енді өзімен кішкене қазір бөлікті енді 15-16 жаста достары бар, серуендейді, тағы басқа кейбір сөздерін түсінбеймін, жаңағы анау краш деген бір сөздері бар өздерінің. Краш түсінбейсіз ба не? Түсінбеймін. Тоқаев краш? Жоқ, жақсы сөз болса жарайды, солай шығар, білмеймін енді. Сондай сөздерді айтып, жаңағы шаш үлгісін өзгертіп, бір музыка тыңдайды. Бира. Киімдері жаңағы бірнеше размер үлкен деген сияқты тағы басқа. Сондықтан да өз еркімен кішкене жібердік, енді переходный возраст дейді ғой. Сондықтан да ол да өтетін шығар деп. Ал енді кішкентай балаға көңіл бөлеміз. Онымен оқытамыз, ойнаймыз, гимнастикасын апарамыз, ертегісін айтамыз. Қазақша ертегі Керқұлатты Кендебай, жаңағы неше түрлі Тазша бала, Мақтағыз деген сияқты ертегілерді оқимыз күн сайын. Мысалы, ана электронный кітабы бар, мысалы, өзіміз де айтамыз, тағы басқа құлағына жаңағы қазақ тілі сіңдіруге. Себебі үлкен ұлда проблема жоқ қазақ тілімен. Кішкентай баланың, кішкентай ұлдың барған балабақшасында өкінішке орай қазақша балабақша деген аты ғана. Өзімен тетелес келген балалардың көбі орысша сөйлейді, және әке-шешелері де жаңағы сына, доча деп орысша сөйлейді. Сондықтан да бұл қазақша садикке барып орысша үйреніп кететін бір қаупі болғаннан кейін біз жаңағы сол
осы мына балабақшамен күресіп жүрміз шыны керек. Кәдімгідей. YouTube пен TikTok тәрбиелеп кетсе, онда бұл таза кетіп қалайын деп тұр балалар. Айырылдым дейсіз ғой. Иә. Сондықтан да тіл маңызды мен үшін. Мен қайта керісінше Мансұрмен көбірек сөйлесетін шығар деп ойлайтын едім сені. Басында сөйлейтінмін, бірақ та енді қазір достары бар, мысалы, олардың енді бөлмеге тығып қойып, үйде отырып жоқ, бөлмеге тықпағанды енді былай. Жоқ, былай сөйлесе, мысалы, кинотеатрға барамыз. Сенбі-жексенбіде. Вот соны талқылап киноларда. Иә, кинотеатрға барамыз, мысалы, жаңағы анау бір қазақи фильмдер болса, немесе бір чай ішеміз, кейде жаңағы зиянды фастфудқа бүйрегіміз бұрып тұрады, оның жасыратыны жоқ. Кейде барып қаламыз. Серуендейміз кейде мына Жетісу паркісінде, мына үйдің қасында. Сондай моменттер. Бірақ та ана кішкентай ұлмен кешке міндетті түрде ертеді. Түбегейлі айналысу керек дейсіз ғой, иә? Түбегейлі. Себебі қалыптасып келе жатыр. Айналамыздағы өкінішке орай туысқандарымыздың балаларын көріп жатырмыз. Енді өзіңде де бар шығар таныстарың балалары қазақша кішкене шорқақтау. Сондай болып кете ме деп мен уайымдаймын. Мысалы, мен үшін ол өте маңызды нәрсе. Кім бар? Үйде келіншегіңізде, өзіңізде, Мансұрда бәрі де қазақша сөйлейді. Ананың ареалы қазақша негізі, Батудың. Бірақ соның өзінде ол орысшаға бейімдеп тұрсыз ба? Енді ана балабақшада сағат 8-ден 5-ке дейін балабақшада. 8-17 қанша болады? 9 сағат па? Күнде сіз 9 сағат орыс тілін ести берсеңіз, 5 жастағы миыңыз губка сияқты бәрін. Свежий. Сонда күнде келгенде бір сөз үйреніп келеді. До свидания, меня зовут, стой, остановись деген сияқты сөздер үйреніп келеді. Байқайсың, сезесің. Оны біз үйретпейміз, оны апайы да үйретпейді ана балабақшадағы. Ол қасындағы жаңағы достары мысалы. А енді достардың әке-шешелеріне бірдеңе айтайын десең, ол сенің неше атағың бар дейді ғой. Көршілеріңіз кім осы? Ана кім? Ринат Заитов. Мен көршім жоқ. Мына неде площадкада көршім жоқ. Асты, үсті деген. Асты. Үстімде Ирина Смирнова апайымыз, халық партиясының депутаты. Астымда Ринат Заитов. Жоқ, мен ойлағаным ғой, Ринаттардың балалары қазақша сөйлей ме? Ринаттың балалары қазақша сөйлейді, бірақ олардың жасы үлкен ғой. Олар ана біздің кіші ұлдан үлкен. Үлкеннен кіші дейсің? Үлкеннен кіші. Иә. Ортада дейсің? Ортада, иә. Сондай. Қосып былай бүйтіп араластырып бәрін. Енді Ринатта 4 қыз. 4 қыз ба? 4 қыз бір ұл, Құдайға шүкір. Сондықтан да қыздар енді кішкене бөлек, біздің ұл бөлек. Мына ұл құрттай дегенде сондай болмайды дейсіз ғой. Жақсы. Жалпы руханиятты, рухани тәрбиені қазіргі Астананың адамы осы қаланың барлық ерекшеліктерін ескере отырып, неден алуы мүмкін? Қазір. Қайдан алсын сіздің кеңесіңіз мысалға? Ұлттық тәрбиелеймін, рухани құндылыққа тәрбиелеймін баламды десе. Енді ол бір пазл сияқты ғой менің ойымша. Ол жаңағы кішкене қазақ тілі, кішкене домбыра. Егер де мүмкіндік болса, үйде ақсақал мен әже болса, солардың сөзі, ақылы, ол кісілер болмаса, бір ауыл жақтағы ағайынға жіберіп тұру мүмкіндік болса, жылына 2 рет болса да бір бала кішкене туған топыраққа аунап дегендей, со жақтан кішкене бір дем алып тағы туған топырақ болғанда олардың туған топырағы осы болып тұр ғой. Жоқ енді, олардың туған топырағы асфальт, иә, оныңыз рас, бірақ та енді біздің жалпы, мысалы, сіздің Маңғыстау, Семей, Талдықорған болсын, со жақтағы ауылда ағайын бар болса, бір енді бір аптаға, 2 аптаға барып көріп, кішкене ана ауылдағы қора, түйе, қой, ешкі, тағы басқаның бір қидың иісі деген сияқты, ол енді менің ойымша жылына бір 15 күнгі соған барып келсе, менің ойымша бір кішкене есте қалама деп ойлаймын. Өте күшті айтып отырсыз да, кеше осы 1-2 күндікте Ардының сабағын оқимыз да. Ол әдебиетті менімен бірге жасайды, қазақ тілді, дүниетанымда, гуманитарлық бағыттағы нәрселерді менімен жасайды да, шешесімен анау нақты ғылымдарды. Әдебиеттен ши деген тақырып берген ғой, ши өсімдік. 3 түрлі шидің түрі тұр. Ақ ши, ораулы ши,
шым ши деген үш түрлі. Осы нәрселерді сіз жаңағы не істеңіз дейді. Ажыратыңыз дейді ара жігін. Анау туасы осы тас орманда өсіп кеткен адам шиді оған қалай не істейсің, мысалға түсіндіресің. Ши жүгіртіп деген сөз бар ғой қазақта. Жоқ, ши жүгір, ол сен міне ши тұр мысалы, мына шиге ұқсас нәрсе тұр мысалға, мына шидің физикалық қалпын ол ұстап көрмеген адам. Ол анау абстрактылы ши жүгіртуді ол қайдан біледі? Мынаны ораулы ши жүнмен иіріп түсіндіріп 1-2 сағатым кетті анағанда, ол соның өзінде ұқпайды. Ал қалада болса, ауылда болса, мысалға, бұған баса ұртпайсың ғой. Ол. Ши тұр ғой дейсің ғой, не дейсің ғой? Қызық, Шырмауық, ши тағы. Сол кейбір әңгімелеріміз көріп отқан адамдардың жүйкесіне ши жүгіртуі мүмкін, расында да. Бірақ жаңа сіз әңгіменің басында айтып қалдыңыз ғой, қазақ тілді адамдар ғана, қазақ тілді қазақ ғана ұрпағын жоғалтпағысы келеді. Маған дейін жалғасып келген асыл тін мен келгенде үзіліп қалмас екен деп ойлайды. Ал керісінше басқа тілді ортадағы басқа тілді қазақтар неғұрлым сол ортаға сіңіп кетуге болады. Ассимиляцияға бейім тұрады. Сіз осы неге өзіңіздің көзіңізбен көріп көз жеткізіңіз, жоқ әлде просто қоғамда болып отқан? Мен өз көзіммен бірнеше мысал көрдім. Енді мысалы біз болашақ бағдарламасымен оқыдық қой. Сонда енді жалпы біздің қатарымызда Қазақстаннан бірге оқуға түскен балалардың кейбіреуі қазақша білмейтін. Енді арасында жақсы жігіттер де болды, ақылды жігіттер. Бірақ та сол тағдырдың несіне байланысты кезінде әке шешесі үйретпеді ме, зейіні болмады ма, қазақша сөйлемейтін балалар болды. Солар енді көбінесе былай қалғысы келді, сол мемлекетте мысалы, сол мемлекетке енді ғашық болды, сол мемлекетке тамсанды. Сіз ана Ұлыбритания туралы айтып отырсыз ғой? Иә, ана елге асықпады. Сондай бір байқалады мысалы. Одан кейін енді өзі жалпы болашақ бағдарламасының мына басшыларымен сөйлесесің ғой, сонда айтады, көбінесе мына қыз балалар тұрмысқа шығып кетеді оқып жатып. Сол жердің жергілікті жігіттеріне. Яғни бұл дегеніміз олар оқу үшін емес, мысалы, енді әрине ақылды оқып келіп, елге пайда келіп жатқан қыздар бар, бірақ та жалпы кейде сондай бір болашақтың мына 30 жылдық тарихында сондай кездер болды. Қыздар жаңағы оқуға түсіп, одан кейін барып жергілікті жігіттерге тұрмысқа шығып кетіп қалған болды. Сондықтан да менің ойымша енді қазақ тілін білетін адамдар олай істемейтін сияқты болып көрінеді маған. Себебі қазақи адам ол жаңағы біз оқыған Шеффилдта, Лондонда, Рейдингте де өзі басқаша болып тұрады. Адам қай тілде сөйлесе, сол ортаға қызмет етеді. Енді олай да емес шығар, себебі бізде мысалы Қазақстан Республикасында қазақ тілін білмей, бірақ та мемлекеттік қызметте жүрген адамдар бар ғой. Мысалы, оны өзімізде көріп отырмыз. Олардың барлығы да басқа мемлекеттік қызмет етіп жатыр деген енді басқа мемлекет емес, басқа ортаға, рухани ортаға мен айтам. Рухани орта, иә, ол енді әрине, олар жаңағы қазақтың жаңағы терең фәлсәфи топырағын түсіне қоймас, бірақ та олардың да өздерінің ортасы бар. Жаңағы асфальтный, не асфальтный деп бөлінеді ғой мысалы. Енді 20 жыл ауылда тұрған адам мен 20 жыл Алматыда туып өскен адамның екеуін бір-бірін түсінуі не қайбыл. Сондықтан да мен енді орысшаны аз білемін ғой, сіз мысалы кәдімгі мен орыс мектебінде оқыдым. Соны айтамын, сіз өте жақсы білесіз. Саған сізге екі ненің фронттың да кемшіліктерде, артықшылықтарда түсінікті, сосын сұрап отқаным ғой. Сіз анан нені, сіз қазақтың рухани ортасына қызмет етіп жүрмін деп есептейсіз ғой, сіз өзіңізді? Мен солай есептеймін. Мен енді ол сырт адам есептеу керек мен туралы. Мен солай ойлаймын. Енді кейде сіз бір жеңіл тітіркену, андай шошыну сияқты бола ма? Орыстың, сіз кәдімгідей әбден орыс тілді, орыс менталитетті адам болып кетуіңіз әбден мүмкін еді ғой? Иә, мүмкін.
сондай енді мен шошимын мен ондай кез мына өзім шамалас өзімнің қатарлас адамдарды кездестіріп олар қазақша сөйлей алмағанда мен кейде мен басында былай ойлағанмын өзім Алматыға келгенде мен де Семейде өстім оқыдым тағы басқа бізде 40 километрден кейін Россияның шекарасы мысалы Алматыға келгенде мен мына Шымкент пен Тараздың кейбір жігіттерін кездестіріп қалдым городской ана ауылдың емес городской олар нашарлау сөйледі қазақша сонда мен ойлаймын менікі түсінікті мен тас лақтырсаң Россияға тиеді ар жағы Рубцовск Новосибирск сіздер қалай десем жаңағы бізде Тараз Шымкентте қалада именно қалада орыс тілді орта өте мықты болды дейді сонда мен таң қалдым мен ойлайтынмын неғұрлым оңтүстікке түсе берсең соғұрлым қазақ көбейе береді неғұрлым солтүстікке көбейіп кетеді соғұрлым қазақ тілі азая береді деген бір стереотип болған менде олай емес екен мысалы Ресейдің шекарасының қасында тұратын жаңа Петропавл жақтағы тұратын қазақи ауылдар бар екен кәдімгідей қазақша білмейтін орысша білмейтін мен таң қалдым жаңа мен әріптесім Нартай бауырым ана қалай ана Бөкей ордасынан мысалы Ресейге тиіп тұр бірақ та қазақшасы судай мысалы енді ояқтың мысалы жоқ менің сұрағымды кішкене жаңағы қазақтың рухани ортасына қызмет етіп жүргеніңізді солай деп ойлаймын солай деп ойласа екен деймін солай ал жаңағы мен ана әкейдің енді әкем біз енді шыны керек әкемізден қорыққаннан жаңағы қазақша сөйледік басында енді содан кейін барып рахметін енді айтып жатырмын ғой мысалы бізде Семейде жаңағы біз класста оқығанда 26 орыс бала 2 қазақ 2 татар оқыдық 30 бала класста мысалы қазақ тілі деген анандай факультатив барғың келсе бардың барғың келмесе бармадың ешкім бармайтын сондай аула бәрі орысша көршің орысша досың орысша енді барлығы тек қана үйге келгенде жаңағы орысша сөйлей бастасаң жаңағы қолға түскен тәпішке шат жаңағы үтік радио бәрі кітап үтік ұшпады бірақ та сол жаңағы кітап тәпішке сияқты нәрселердің үтік ұшпады мен жалғызылмын ғой дейсің сондай жаңағы ұрсатын содан кейін біз әкемізден әкемнен қорыққаннан қазақша сөйлейтінмін үйде бізде кәдімгідей бір андай Семейдің ішіндегі бір андай вакуумдағы қазақи бір планета болды үйдің іші үйден шығасың қанша не сөйлесең де өзің білесің үйге кірдің бе болды әке папа емес кесе стакан емес деген сияқты сондай мәселелер соның нәтижесінде мен қазір жаңағы ауыз толтырып қазақ пен қазақша сөйлей алатыныма кәдімгідей енді әкеме мың қатар рахмет ертең Батуда 30 жылдан кейін осылай айтып отыру үшін сіз енді көрдіңіз ғой мен көрдім мен оның ол қазір мені жек көруі мүмкін жаңағы папа не понимает деген сияқты бірақ та ертең 20 жылдан кейін оған алдына алып келіп жаңағы қасындағы жаңағы бір Дәурен Мақсат деген балалар достар сөйлей алмай тұрғанда Бату сөйлесе сонда ол түсінуі мүмкін кезінде 2020-дан байқұс айқайлаған ақсақал сол екен ғой дейді ғой мысалы жоқ жалпы деймін де әкем айқайлаушы еді ғой боқтаушы еді ғой деген сияқты сондықтан да біз жыл сайын барып түсінеміз айтқан сөзді кейде 30 жаста түсінбесең түсінбеген нәрсеңді 40 жаста түсінесің 40 жаста түсінбегеніңді 50 жаста түсінесің тағы басқа қадірлі көрермен Самат Нұртаза жаңа ғана тәрбиедегі ұрпақ тәрбиесіндегі өте бір маңызды әңгімелердің бірін айтты. Себебі бұл кісі өзінің басынан өткерген және дәл қазірде кез келген отбасыда дәл осындай жағдай болып жатуы мүмкін. Және естеріңізде ұстаңыздар, Сәке, сіз 20 жыл бұрын дәл осылай мысалға жаңағындай жағдай болатын болса, жағдай дәл осылай өзгерген болса, енді 20 жылдан кейін бұдан 2 есе жылдамдықпен, бұдан 4 есе қазақ тілді кері кететін қоғамда балаларыңыз өмір сүретінін ұмытпаңыздар дегім келеді. Сәке, бүгінгі сұхбатқа уақыт бөлгеніңізге мен сізге үлкен рахмет айтамын. Руханият турасында, тіл турасында әдемі әңгімелер қозғадық, бірақ біз көп нәрсе дайындап келіп едік. Алмас
мені аша алмады деген тұстарыңыз болса, дайындап келген әңгімелеріңіз болса, біз тыңдауға әзірміз. Қандай мысалға қорытынды? Енді қорытынды менің ойымша, енді руханият деген мен үшін тіл. Тілсіз ұлт жоқ. Біз американдық емес, біз жаңағы жиналған бір жиынтық деген сияқты. Біздің бәріміздің басымызды қосатын тіл. Сондықтан да мына менің әріптестерім Қазбек, Иса ағамыз, тағы басқа ұлтшыл азаматтар тіл деп айтып жүргені ол бекер емес, ол дұрыс. Сондықтан да қазақ тілі бар жерде қазақтың рухы, руханияты, дәстүрі, құндылығы ешқашан да кетпейді. Ал тіл өлген күні мемлекеттің де тағы басқаның да оның жылы уақыты санаулы болады деп есептеймін. Сондықтан да тіл және тағы да тіл. Тамаша. Сәке, әңгімемізді Эфиопиямен бастап едік. Эфиопиядан қорытындылайық. Тіл жағы қалай екен оларда? Эфиопия мемлекеті Африкадағы жалғыз бодан болмаған мемлекет. Оны ешкім жаулай алмаған. Айналасындағы көршілер 53 мемлекет Англияның немесе Францияның боданы болған. Біреуін тіпті Италия, біреуін тіпті Германия жаулаған, Намибияны мысалы. Ал Эфиопия сонымен мақтанады. Біз ешкімнің боданы болған жоқпыз деп. Соның нәтижесінде олар өздерінің алфавитімен өзінің тілін сақтап қалған. Амхар тілі деген. Жер жаратылғалы тәуелсіз деп айта аламыз. Иә, амхар тілі жаңағы араб пен иврит тілінің тобына кіретін семит тілі. Сол. Және де сол мына діндері жаңағы православ христиан, католик емес. Мынау орыстың православ, ортодокс дейді ғой. Бұлар 330 жылы кірген дінге. Ал орыстар, Ресей, 900 жылдары кірген. Қазіргі Ресей, орыс ұлты, Эфиопияға дейін 600 жылдан кейін барып дінге кірген. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұлар христиан, православ христианның біз фундаментіміз, біз негізіміз деп жаңағы мақтанады. Сонымен қатар олар мұсылмандарға да қарым қатынастары өте жақсы. Кезінде жаңағы Мұхаммед пайғамбардың кезінде эфиоптар көмектескен үшін тіпті мына сол Саудиядағы бір хадис бар дейді. Яғни эфиоптарға тиіспеңдер, эфиоптар бізге кезінде көмектескен, қол ұшын созған деген. Содан бері Эфиопияда бірде-бір теракт жоқ. Қош. Иә, мысалы, не Аль-Каида, не ИГИЛдің жаңағы жарқырап, ана жерді бір жарып, мына жерді бір жарып тұрғанда, Эфиопия тып-тыныш болған мемлекет, әлі күнге дейін тыныш. Мысалы, сондықтан да Эфиопия деген мына жалпы араб әлемімен де, исламмен де өзі де бір ерекше тұрған бір мемлекет. Сондықтан да өз барып келгенме қуанам, мен үшін бұл үлкен бір тәжірибе болды. Сондықтан да олардың да берері бар. Оларда өте көп жаңағы сирек кездесетін металдар бар. Сонымен қатар бізде өте көп бидай бар мысалы. Соны алмастырып бір-бірімен сауда жасауға өте көптеген мүмкіншіліктер бар. Мемлекеттің тапсырмасы қалай орындалды? Ана кісі келем деді ме? Иә, Құдай бұйырса қыркүйекте 2025-те келуге барлық күшін салам деді. Өзіңіз күтіп аласың болып сол бұйырса. Енді ол қасында жүріп деген сияқты лап-лап етіп. Ол енді біздің басшылыққа тікелей байланысты. Жақсы, құрметті көрермен, Руханият Лайф бағдарламасының бүгінгі санында қонақта болған, әдемі әңгіме айтқан, келістіріп кеңес құрған Самат Нұртазаға үлкен рахмет айтамыз. Сәке, кеп тұрыңыз, әрқашан төріміз дайын. Қадірлі көрермен, келесіде әдемі әңгімелердің үстінде жүздескенше сау болыңыздар.